Құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Ақ қараға толы өмір қаншама, біреу жеткен, біреу жетпей зарлана. Семіздер бар арықтау боп арманы, жүдеулердің семір алмай қойғаны. Үйлен алмай бойдақтар жүр қаншама, біреулер бар неке бұзған шамдана. Жұмыс іздеп біреулер жүр сабылып, біреулер жүр бар жұмыстан жалығып. Біреулердің сәби сүю арманы, біреулер жүр тастап кетіп баланы. Біреулер жүр туыс таппай қамығып, біреулер жүр туыс көп деп жалығып. Біреу тегін сабағына бармай жүр, біреу оқуға ақша төлеп қалмай жүр. Біреулер тұр зәулім үйде бақытсыз, ал біреулер тар күркеде алаңсыз. Мұның сыры қанағат пен шүкір де, анау жоқ деп, мынау жоқ деп өкінбе. Жоғалтқан соң ішің удай ашиды, бағалайық барымызды тіріде. Таязданып кетпесін тереңіміз, пайғамбарға үмбетпіз, себебі біз. Бірімізді біріміз құрметтейік, досқа қарап атпайық жебені біз. Айналаға болыңыз мейірімді, жоқ кезде де сезілсін керегіңіз. Адамдарға болмасаң абыройлы, Алла алдында болама беделіңіз. Тәкаппарлықтың биік шыңы өзіңді өзгеден биік санау, өзгеге жоғарыдан көкіректі керіп сөйлеу, адамды менсінбеу, адам құрлы көрмеу, кекетіп, мұқатып, кемшілігін бетіне басып, сөзбен жанды жерін шымшып отыру. Қысқасы, өзіңді зор, өзгені қор көріп, істейтін іс-әрекеттің бәрі тәкаппарлық болып саналады. Тәкаппарлық қуыс кеудеден пайда болады. Тәкаппарлық бұл жаман қасиет. Анаңа ауыр сөз айтпа. Ағайын алтау болса да, анаң біреу. Анаң бір қолмен ұрса да, бір қолмен аялайды. Анаңа рахым етпесең, балаңнан рахым күтпе деген. Анаңызды барында қадірлеңіз, жақсы көріңіз. Анасы бар адамдар бақытты. Жоқ демегін жоқ деме, әр сөздің болады киесі. Тыққаннан емес, бергеннен адамның тасиды дүниесі. Жоқ деген сөзді қолданба, бұйырғаны болар де. Жаратқанның қалауымен көңіліміз толар де.